Құрметті достар, егер таңертең физикалық жаттығуларды жасауға құмарт болсаңыз, онда сіз үшін билеу де дене шынықтыру болады. Бүгінде билеп үйрену үшін көптеген үйірмелер мен мектептер жеткілікті. Бірақ оған да баруға жалықсаңыз, әр таңыңызды қайырлы таң бағдарламасымен бастаңыз, біз сіздерге билеудің қыр-сырын үйретеміз. Тек биге деген ынталарыңыз болса жеткілікті. Ендеше кезекте би сабағы. Қайырлы таң көрермендер, біз бүгін сіздерді тай халқының биімен таныстыратын боламыз. Ең бірінші қимылымыз, қолымызды, саусағымызды аштық және бір қарама-қарсы аяқпен көтеріңкі, 10 аяқты көтереміз, сол аяқты 1, 2, 3, 4. Оңға қарай жүреміз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4. Оң жаққа 1, 2, 3, 4. Және сол жаққа 1, 2, 3, 4. Келесі қимылымыз оң жаққа жүру арқылы бөксемізді көтереміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді, дәл осылай оң жаққа жүріп өтіп, қолымызды шапалақтаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бір қатарға жиналамыз. Бірінші қимыл мен бір қатарға жиналдық. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Екі қолымызды бірге қосып, алақанымызды кезек пен кезек саусағымызды ашамыз. Қолымызды ашу арқылы саусағымызды ашамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Қайтып жабамыз. Тағы да 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді бір қалыпты бірге 1, 2, 3 жаптық. 1, 2, 3 жаптық. Орнымызға қайтып барамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Олай болса, барлық қимылдарды қосып, тай халқының биін билеп көрейік.